2020 жылдан бастап мен Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Басқұдық ауылдық округіне қызмет көрсететін учаскелік полиция инспекторы боламын. Біздің алдымызға қойылған басты міндеттеріміздің бірі халықпен тығыз қарым-қатынас жасау және де халықтың азаматтардың жанынан табылып қолжетімді түрде қызмет көрсету болып табылады. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі 2020 жылдағы 24 сәуірі номер 358 бұйрығымен бекітілген полиция стандартының бірінші тарау бірінші тармақшасында көрсетілгендей, полицияда қызмет атқару қоғам мен мемлекет тарапынан ерекше сенім білдіру болып табылады және полицейлердің жеке және кәсіби қасиеттеріне жоғары талаптар қойылғандықтан кезекші бөлімге келіп түскен шақыртуларға 102 номеріне хабарласқан азаматтарға және де арыз шағымдарына олардың уақытылы қызмет көрсетіп заң шешімін қабылдауға тиіс. Біздің жұмыс таңғы сағат 08:00-де Мұнайлы ауданы полиция бөлімінде сап түзеуден басталады. Әрі қарай жергілікті полиция қызмет бастығымен жиналыс өткізіліп, тәуліктік жоспар жасап, тапсырмалар алып, жұмысқа кірісеміз. Содан 102 пультіне келіп түскен іс құжаттарымызды алып, өзімізге бекітілген әкімшілік аймағымызға барамыз. Сонымен қатар міндетті түрде есепте тұрған азаматтарға бақылау жасаймыз. Олардың үйіне барып, күнделікті өмірмен танысамыз. Ауыл тұрғындармен сөйлесеміз. Сондай-ақ учаскелік полиция пунктінде қабылдау жүргізіп, арыз шағымдарын қабылдаймыз. Тұрмыстық зорлық-зомбылық тіркелген отбасылар ерекше бақылауда. Себебі осыған ұқсас фактілерді болдырмау үшін профилактикалық жұмыстармен айналысып, сұхбат жүргізіп, оларды бір ай қорғау нұсқама санатымен есепке қоямыз. Және де учаскелік полиция инспекторы жұмысы профилактикадан тұрғандықтан өзімізге бекітілген әкімшілік аумақта дүкен және де ойын-сауық орталықтары, кафе, барлармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс атқарамыз.